Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен шарлотка пирогын дайындаймыз. Салмасы ретінде алма емес, алмұрт қолданатын боламыз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Иісі деген енді керемет. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен құмшекерді аз-аздап салып отырып, миксермен араластырамыз. Құмшекерді бірден салмаймыз, аз-аздан салатын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, біртіндеп сала отырып миксерлейміз. Массамыз осындай әппақ күйге енгенше араластыратын боламыз. Яғни массамыз екі есе көтеріліп, әппақ болуы қажет. Ұнымызға қамыр қопсытқышты салып араластырып дайындап аламыз. Жұмыртқалы массамызға сүтімізді құямыз, араластырып жібереміз, сұйық майымызды құямыз. Өздеріңіз байқап тұрғандай миксер қолданбаймыз, венчикпен араластыратын боламыз. Енді ұнымызды біртіндеп аз-аздан сала отырып араластырамыз. Массамыз дайын болды. Енді формамызды дайындаймыз. 22 диаметрлік форма алдым. Пергамент қағазын төсейміз. Осылай жабыспай жатса, астына кішкене қамырды жағып, жабыстырып жібереміз. Енді дайын қамырымызды біркелкі қылып құйып шығамыз. Негізі шарлотка пирогын дайындаған кезде салмасына алма қолданады. Бүгін мен пирогымды ерекше қылып жасайын деп алмұрт қолданып жатырмын. Жасағаныма еш өкінбедім. Пирогым өте дәмді болып шықты. Алмұртты жуып тазалап алып, екіге бөліп, одан кейін дәл осылай видеода көрсетілгендей жіңішке қылып турап дайындап аламыз. Формамызға құйылған пирогымыздың үстінен кесілген алмұрттарымызды осылай жиі қылып, әдемі қылып орналастырып шығамыз. Достар, осындай дәмді рецепттерді жоғалтып алмас үшін маған тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Пирогымызды қызып тұрған пеште 160-170 градуста 30-40 минут пісіріп аламыз. Піскен піспегенін ағаш шпажканың көмегімен тексеруге болады. Мінекей пирогымыз қып-қызыл, әп-әдемі болып шықты. Үстінен қант ұнтағын сеуіп әсемдеп жібереміз. Асыққан кезде, қонақ келгенде үйдегі бар заттардан дайындалатын өте жұмсақ дәмді пирог. Пирогымызды кесіп көреміз. Мінекей ішін өздеріңіз көргендей өте әдемі болып шыққан. Жұп-жұмсақ. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, видеоны ұнаса лүпіл басып, пікір қалдырып, маған тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін тамашалағаныңызға рахмет.